Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Кадырбекова Мадина. Мен Шетпе гимназиясы мемлекеттік мекемесінің 10-шы сынып оқушысымын. Жобамның тақырыбы «Жасыл әлем, жанға сая». Жобамның мақсаты табиғат ресурстарын үнемді пайдалана отырып, өнім қалдықтарына салғырттықпен қарамауға тәрбиелеу. Мақсатымды қалай жүзеге асыра аламын? Біріншіден, жасыл желекті өсімдіктерімізді өнім қалдықтарын пайдалану арқылы, яғни азық-түлік дүкендерінен келетін жеміс-жидектер салынатын жәшіктер, ауылымыздың карьерлерінен шығарылып, қоқысқа тасталған тастар, автомобильдердің жарамсыз болып қалған аяқтарынан геометриялық пішіндер жасау арқылы әсемдеу, яғни жұмысымызды қаражатсыз жүзеге асыру. Екіншіден, ауданымызды көркейту мақсатында экологиялық акциялар ұйымдастыру. Осындай акциялардың бірі мектебімізде ұйымдастырылған болатын. Шара барысында ата-аналар мен оқушылар мектеп ауласына жасыл желектер отырғызып, қоршаған ортаға қарқынды үлес қосты. Бұл арқылы ата-аналардың ғана емес, оқушылардың да жер-ана мен қоғам алдындағы жауапкершілігі нығая түседі. Үшіншіден, егілетін өсімдіктердің түрлерін көбейту. Шетпеде қазіргі таңда тірі гүл шоқтарын өсіретін және сататын орындар жоқтың қасы. Біз осы еккен гүлдерімізді саттыққа шығару арқылы гүлден түскен пайдадан мектеп жанына жылыжай саламыз. Жылыжай ішіне оқушылардың ағзасына пайдалы, дәруменге бай көкөністер өсіріледі. Демек, мектеп пайдалы тағамдармен қамтамасыз етіледі. Осы жоба нәтижесінде бірінші, отбасылық ынтымақтастық нығаяды. Екінші, әр оқушы жер-ана мен қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінеді. Үшінші, әр үйдің, әр мектептің ауласы жайнай түседі. Қорытындылай келе, жер-анаға көрік беріп, тыныс алып жүрген ауамызды жақсартып, тазартып, сән беретін жасыл желекті өсімдіктер екені баршамызға аян. Сондықтан да талаптансақ, тал-терек түгілі тұтас орман жасауға да болады. Осындай бастама барлық мектептерде, мекемелерде қолданыс тапса, бұл ауданымыздың, Маңғаз-Маңғыстауымыздың құлпырып жайнағаны емес пе? Мен барлық көршілес мектептерді, мекемелерді осындай игі бастама жасауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.